Сәлематсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбаевтың 32-ші қара сөзі. Сабағымыздың мақсатына сәйкес сіздің меңгеретініңіз көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы шығармашылық жұмыс, эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма жазу. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге, көкірегіңде болсын көз. 19 ғасырда өмір сүрген ақын ғылымға неге ынтық болды екен? Ғылым таппай мақтанба өлеңінде, дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл берсеңіз, деген Абай 1895 жылы жазған 32-ші сөзінде білім ғылым үйренудің нақтылы жолдарын көрсетті. Мұнда ғылымға жетудің 6 түрлі шарты болатындығын атады. 32-ші сөзі 31-ші сөздің жалғасы іспеттес. Ақын шын мерейленіп, ықылас жігермен ізденген адам ғана ғылымға жетеді. Оның түпкі рахатына кезігеді дейді. Бастапқы тұста білім ғылым ісіне қадам басу үшін талаптың керегін, оның біраз шарттарын барын еске салады. Абайдың 32-ші қара сөзін тыңдайық. Білім ғылым үйренбеке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деген үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Содан әрбір естігеніңді, көргеніңді, көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залал демес. Көбірек бақас адамды түземек түгілі бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хусетшілікті зорайтады. Адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адам баласын шатастырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. 100 тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы. Бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл урурлық, мақтаншақтық, көсетшілік бойын жексе, ондай адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып,
Іздихатың мен көзің жетсе, соны тұт. Өлсең де айырылма. Егер де ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрмет демеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. 4-ші. Білім ғылымды көбейтуге 2 қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза қылу, екіншісі берік мұхафаза қылу. Бұл 2 қуатты зорайту жаһатында болу керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. 5-ші. Осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген 4 нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, 2-ші халықтың, 3-ші дәулеттің, 4-ші ғибраттың, 5-ші ақылдың, ардың, бәрінің дұшпаны. Ол бар жерде, бұлар болмайды. 6-ші. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсем, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенде тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл, ар үшін болсын. Қара сөзде кездесетін сөздердің мағынасымен танысайық. Хузур хасил, араб сөзі, келген, оралған, нәтиже, мағына. Бахас, араб сөзі, алдау, қиянат жасау, біреудің адамгершілігіне сөз келтіру. Хүсетшілік, араб сөзі, күншілдік, іштарлық. Хирслану, араб сөзі, ашқарақтану, қомағайлану, сараң болу. Ғұрурлық, араб сөзі, менмендік, мансапқорлық, тойынғандық, тәкаппарлық. Мұлахаза, ойласу, пікір алысу. Мұхафаза, сақтау, қорғау. Жахат, парсы сөзі, ниет, мақсат, мүдде. Зинхар, парсы сөзі, абайла, сақ бол. Балалар, 32-ші қара сөзін тыңдадық. Міне, 32-ші қара сөздің мәтіні сіздерге толығымен берілді. Оқып шығасыңдар. Соңынан тапсырмаларды орындаймыз. 1-ші тапсырма. Қара сөздің мазмұны негізінде төмендегі кестені толтырып жазасыңдар. 2-ші тапсырма. 32-ші қара сөзді ғылым таппай мақтанба өлеңімен салыстыра отырып, білім ғылым үйренудің нақтылы жолдарын ашып жазасыңдар. Абай білім ғылым үйренудің неше шартын көрсеткен? Ғылымды, ақылды сақтайтын не? Ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек деген Абай сөзін қалай түсінесіңдер? Абайдың 32-ші қара сөзінен үлгі ретінде не алдың? Балалар, үйге шығармашылық жұмыс беріледі. Өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Эссе жазасыңдар. 32-ші қара сөзі не жайлы жазылған? Және өздеріңе недей нәрсені үлгі ретінде алдыңдар? Өзектілігі неде жатыр? Өз түйгендеріңді, ойларыңды жазасыңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.